Қайырлы таң. Жаңа жылға сый әзірлеп, өзіңізді тыя алмай жүрген жоқсыз ба? Айтпақшы, сый, тый деген екі сөз түбіргейінде де әртүрлі қосымша жалғанғанда да ыймен айтылып, жазылып жүр. Ол осы буындардың жіңішке нұсқасында айтылатын ти, си сияқты сөздермен шатастырып алмау үшін керек. Бұлардың туынды қосымшалы түрлері де әрдайым жуан жазылып айтылады. Мәселен, сыйлау, сыйлық, сыйымсыз, сыйымды, сый құрмет, тыйым, тыйымды, тыйғызу. Айтпақшы, биылғы жыл дегенді жиі естимін. Биыл деген сөздің қайдан шыққанын анықтап алайық. Бұл жыл деген екі сөздің бірігуінен. Яғни биыл десеңіз де жыл туралы айтылып тұрғаны түсінікті. Қорықпаңыз. Қазақ тілінің фонетикалық заңдылығына сай емес сөздердің бір қатарына, яғни мына дыбыстарға аяқталатын сөздерге қосымша жалғағанда дыбыс әріптері көмекке келеді. Мысалы, киоскіге, омскіден, объектілер, объектісі. Сауатты сөйлеп, жазып үйренейік, біз оған лайықпыз.